Бул отты сұхбат және бүгін бізбен бірге Джису. Ол Blackpink құрамында әлемдік танымалдылыққа ие болып, кейін өз жолын сәтті салған жаһандық поп жұлдыз әрі актриса. Көптен күткен жаңа альбомы да жақында жарық көрмек. Джису, қош келдіңіз. Сәлем. Мені шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Отты сұхбат сынағына кіріспес бұрын дәл қазір ойыңызда не болып жатыр? Білуімше, ащы тағамдарды жақсы көретін адамсыз. Мен жалпы ащы тағамдарды жегенді бұрыннан ұнатамын. Біздің қыздар келген кезде осы жердегі қанаттардың қаншалықты ащы екенін көріп, осында келгім келді. Жақсы. Мынау ащы ма? Саған қиын бола қоймас. Бұл жақсы. Бұған дейін жеке орындаушы Джисудың ерекшелігі неде деп өзіңізге жиі сұрақ қоятыныңызды айтқан едіңіз. Осы альбоммен жұмыс істеу барысында өз бойыңыздан қандай жаңа ерекшеліктер байқадыңыз? Бұл альбом менің алғашқы толыққанды альбомым болмақ. Сондықтан өзімнің сан түрлі қырымды көрсетуге тырыстым. Маған бұрыннан ұнайтын музыкалық стильдерді де, тыңдағанды жақсы көретін түрлі бағыттарды да альбомға енгізіп, оған өзіндік реңк бергім келді. Топ құрамында өнер көрсетуден бастап, өткен жылы алғашқы жеке мини альбомымды шығарғанға дейінгі жолда өзімнің шынайы болмысымды тереңірек танығым келді. Ал бұл жолы одан да үлкен сапарды бастап отырмын. Және осы жолда бәріміз бірігіп еңбек етіп, сәтті өтеміз деп сенемін. Сенің сүйікті соусың қандай? Маған осы соус ұнайды. О, жақсы. Кішкене ащы екен. Иә. Сезіле бастады ма? Иә, сезіп отырмын. Иә, менде де сондай жағдай. Дженни, сізді отты сұхбат шоуына шақырғанда, топтағы ащы тағамды ең жақсы көретін адам өзіңіз екеніңізді ерекше атап өтті. Жалпы, кәріс асханасында ащылықтың орны қандай деп ойлайсыз? Сондай-ақ, мен сияқты ащы тағамның жанкүйеріне қандай кәріс тағамдарын ұсынар едіңіз? Корей тағамдарының ащылығы сәл басқаша. Оның ішінде аздап тәтті дәм де сезіледі. Сондықтан ол тілді бірден күйдіріп жіберетін өткір ащылық емес. Жегенде қиналмайсың, керісінше бойын жеңілдеп, күйзелісің басылғандай болады. Сол себепті адамдардың оны қайта-қайта жегісі келіп тұрады. Және менің соңғы кездегі жеп жүрген ащы тағамым бұл ащы токбокки. Бір нәрсенің қатты ащы екенін кәрісше қалай айтады? Үйретіп жібересің бе? Мен әр елден осындай қызықты сөз тіркестерін жинағанды жақсы көремін. 진짜 매워요. 진짜 진짜 매워요. 매워요. 진짜 매워요. 진짜 매워요. Yeah, Бұл өте ащы. Жақсы түсіндім. 조금씩 Кішкене қорқынышым оянған сияқты. Oh my nose. Мұрным-ай. Маған ұнайды. Біз былай істейік, осының бәрін жинап алып, саған беріп жіберейік. О, рахмет. Сөмкеме салып аламын да. Өнер көрсетуге шығар алдындағы соңғы 1,5 сағатыңыз қалай өтеді? Айталық, шоу кешкі 8-де басталатын болса, кешкі 6:30-нан бастап сахнаға шыққанға дейін не істейсіз? Таң қалмаңыз. Мен ащы тағам жеймін. Ащы тағам тамағымды босаңсытады және ән айтуым да жақсара түседі. Осылайша терлеп, денемдегі стрессті шығарамын. Сондықтан ащы ыстық тағам жеймін. О, балапан құмырасы. Бұны жақсы көремін. Дәмсін-ай. Соңғы 1 жылда актерлік өнерге барынша ден қойдыңыз. Ең қызығы, романтикалық комедиядан бастап, зомби комедия, тіпті антиутопиялық фэнтези сияқты мүлде әртүрлі жанрларда өзіңізді сынап көрдіңіз. Ал енді Каннда алған Мадам Фигароның жарқыраған жұлдыз марапаты мансабыңыздағы жетістіктердің ішінде сіз үшін қаншалықты маңызды? Алғашында марапаттың атауы жарқырап келе жатқан жұлдыз екенін көргенде, ой деп таң қалдым. Киноны алатынымды естігенде қатты қуандым. Айталық, жарқырап келе жатқан деген сөздің өзі маған ерекше күш берді. Ол мені одан сайын көп еңбек етуге, өзімді дамытуға ынталандырды. Бұл марапат маған әрдайым барымды салып, ең жақсы нәтижеге ұмтылуым керек екенін еске салып тұрады.
Сондықтан бұл мен үшін өте маңызды әрі есте қаларлық сәт болды. Өзіңіз байқаған болсаңыз, қазір сіз нағыз қайсарлығыңызды көрсетіп жатырсыз. Біз шоудың тең жартысына жеттік десем сенесіз бе? Джусу, өте жақсы келе жатырсыз. Шынымен тамаша. Рахмет. Егер дайын болсаңыз, әрі қартай жылжиық. Әрине, мен жарқырап келе жатқан жұлдызбын. Иә, дайын екеніңді білемін. Келесі соғыс ыстық және батыл деп аталады. Оу, Okay. жақсы, бұл дәмді. Айталық, мен Кореядағы CEO сияқты дүкенге кірдім делік. Міндетті түрде себетіме салуым керек деп ұсынатын 3 корейлік жеңіл асың қандай? Үшеуін таңдау керек болса, біріншісі де ащы тағам болады. Менің сөмкемде әрдайым шинрамен деген өте ащы кәріс тез дайындалатын кеспесі жүреді. Мен оны қайнатпай-ақ ұсақтап сындырып, дәмдеуішіне малып жегенді жақсы көремін. Сонда сәл ащылау болып шығады. 그래서 Ұшақта да соны жеп отырамын. Қытырлаған дыбысы кәдімгідей ASMR сияқты естіледі. Адамдар қарап қалады, сондықтан көпемді бүркеніп алып, білдіртпей жеймін. Кеспені ұсақтап сындырып алып, біртіндеп жеген ұнайды. Екіншісі Кореядағы кофе сүті. 3 бұрыш пішінді қаптамада сатылады. Оны кішкентай кезімнен бері ішіп келемін. Кейде өнер көрсету алдында қатта сығып тамақ ішуге үлгермей қаламын ғой, сондай кезде соны ішіп аламын. Үшіншісі желе кәмпиттері, одан да міндетті түрде бірнешеуін алып жүретін шығармын. Менің естуімше, біздің топтағы Лиса 7 немесе 8 дәрежеге жеткен кезде қиналып қалғанын айтып еді. 7 емес, тіпті 10-нан асқан сияқты деп еді. Сондықтан мен, жақсы, 6 мен 7 ол кезде абай болуым керек екен ғой. Дайындап жіберіпті ғой. Иә, әрине. Иіскеп көр. Ащы. Иә, мүмкін. Оны білетін бірақ жол бар. Тәтті. Мынау сәл қауіптілеу сияқты. 8 ма? Айдахар. Айдахар.